Қаратаудың түндегі сұсы мен сұрапыл айбыны өзге аймақтарға мүлде ұқсамайды. Бұл бағзыдан келе жатқан кәрі тау жай ғана тас пен топырақтың, жартас пен сайдың жиынтығы емес еді. Оның әрбір сай саласында, тас мүгі басқан әрбір қатпар мен шыңдарында ғасырлар бойы тоғысқан сан мыңдаған сыр, аңыз бен тарихтың өшпес табы жатыр. Айсыз, қараңғы түнде тау ішінде долы жел соққанда, тас жартастар баяғы өткен заманның өкініші мен зарын шерткендей ұзақ гуілдеп, қалың ұйқыдағы өлкеге үрейлі де тылсым үн салады. Осы бір тылсымда киелі мекенге аяқ басқан кез келген адам баласы өзінің бұл әлемде қаншалықты кішкентай, қаншалықты әлсіз әрі дәрменсіз пенде екенін сол сәтте-ақ жан тәнімен сезінері хақ. Бүгінде түн ортасы ауып, айналаны тым ауыр үнсіздікпен сиқырлы аңыз аурасы торлаған шақта осы бір айбынды сайдың ішінде жалғыз жан жүрді. Ол ел аузында сақталған ескі аңыздар мен ұмыт болуға айналған көне хикаялардың ізіне түскен жас этнограф, фольклор зерттеушісі Айбын еді. Айбынның жасы 25-тер шамасында. Бұған дейін ол талай ғылыми экспедицияларға қатысып, талай архивті құжаттарды сараптаған, ел ішіндегі шежіреші қариялардың сөзін таспаға жазып алып жүрген зерделі азамат болатын. Алайда оны Қаратаудың осы бір теріскей бетіндегі Ақбұлақ сайына жетелеген нәрсе құрғақ ғылыми қызығушылық қана емес еді. Оның санасын соңғы бірнеше ай бойы мазалап, түсіне де, өңіне де кіріп жүрген ерекше бір аңыз болатын. Ел аузындағы ескі әңгімелерде Қаратаудың ішіндегі киелі бұлақтардың суы азайған сайын, сол өңірдегі елден құт-береке қашады, бұлақ түбінде көне аманат жатыр деген сыбырлаған. Сол сыбырдың шын өтірігін білу, тарихтың көмескі беттерін ашу Айбын үшін жай ғана жұмыс емес, өмірлік мақсатқа айналғанды. Түн ортасы ауған шақ. Сайдағы суық жел бетті қариды. Айбын шағын шатырының алдындағы ошақта маздап жанып жатқан оттың жанына жақынырақ отырды. Шытырлап жанған құрғақ ағаштың үні, ара-тұра тау ішінен естілетін түн құстарының дауысы мен алыстағы бөлтіріктің ұлығаны айналаға мистикалық реңк береді. Ол қолына өзінің ең сенімді құралы, жоғары жиілікті дыбыс жазатын сандық диктофоны мен бағытталған микрофонын алды. Шаршағанына қарамастан, оның көзінде ізденіс пен толқыныстың оты жанып тұрған еді. Ол диктофонның түймесін басып, өзінің ішкі толқынысымен айналадағы атмосфераны дикторлық дауыспен, баяуда сабырлы ырғақпен жаза бастады. Сағат түнгі 2 деуге болады. Мен Қаратаудың теріскей бетіндегі Ақбұлақ деп аталатын, адам аяғы сирек тиетін терең сайдамын. Жергілікті қариялардың, әсіресе ауылдағы 90-ға келген көнекөз қарттардың айтуынша, дәл осы мекенде ескі заманның ұмыт болған үлкен аңызы көміліп жатыр. Олардың пайымдауынша, осы сайдағы бұлақтың суы соңғы жылдары тартылып, жылдан жылға азайып барады, ал су азайған сайын төңіректегі ауылдардың тұрмысы нашарлап, сусыздық жайлап бара жатқандай. Мен жаныма сандық диктофон, сапалы акустикалық құрылғылар, шағын шатыр және бір аптаға жететін азық-түлік қорын алып келдім. Қаладағы әріптестерім мен таныстарым менің бұл сапарыма күмәнмен қарап, мұны жай ғана негізсіз ертегі, халықтың ойдан шығарған мифі деп бағалаған еді. Бірақ менің жүрегім, ішкі түйсігім бұл заңғар тастардың астында, қуарған сайлардың түбінде үлкен шындық пен тарихи сыр жатқанын сезеді. Мен сол сырды таппайынша бұл жерден кетпеймін. Айбын сөзін аяқтап, диктофонды белдігіне қыстырды. Содан соң қолына қуатты қолшамды алып, бұлақ ағып жатқан жартастың түбіне қарай жақындады. Ақбұлақтың суы мұздай әрі таңғаларлықтай мөлдір еді, бірақ қолшамның жарығын қанша бағыттағанымен бұлақ бастаулы. Ол өзінің сезімтал бағытталған микрофонын судың бетіне жақындатып құлақ қабын киді. Бастапқыда құлақ қаптан тек судың кәдімгі сылдырымен тастарға соғылған ырғақты үні ғана естілді. Бірақ Айбын дыбыс жиілігін күшейтіп, тереңдете түскен сәтте, кенеттен оның денесі тітіркеніп, төбе шашы тік тұрды.
Бұлақ суының сылдырының арасынан жай ғана табиғи су ағысының дыбысы емес, адамның баяу дем алғанына, тіпті тереңнен шыққан сыбырына ұқсайтын таңғажайып акустикалық толқындар естіле бастады. Айбын сасқалақтап қалды. Диктофон экранындағы дыбыс жиілігін өлшейтін индикатордың бағандары күрт жоғарылап, белгіленген шектен ашып кетті. Су түбінен, жердің терең қойнауынан таңғажайып дыбыстар толқыны шығып жатты. Жас этнограф өзінің бірнеше жылдық практикасында мұндай акустикалық құбылысты бұрын-соңды ешқашан кездірмеген еді. Бұл жай ғана желдің жаңғырығы немесе судың тасқа соғылуынан туған жаңғырық еместі. Бұл анық сөздер, буындар, бағзы бір көне тілдегі ырғақты сөйлемдер еді. Айбын тынысын ішке тартып, құлаққапты құлағына қаттырақ басты. Дәл осы сәтте айналадағы соғып тұрған жел кенеттен сап басылды. Ошақтағы оттың жалыны да басылып, тек шоғы ғана қалды. Бұлақ түбінен жерді ғыр-ғыр еткізіп, таудың ішін жаңғырықтырған тереңде айбынды дауыс саңқ етіп шыға келді. Уа, топырақтан жаралған, уақыттың көшіне ілескен фәни пенде. Сен бұл киелі мекенге жай ғана қызық қуалап, бос ермек іздеп келген жоқсың. Сені бұнда келген бабаларыңның қанында, сенің генетикалық естелігінде кеткен көне аманаттың шақыруы. Айбын сұмдық қорқыныштан шошып кетіп кейін қарай шегінді. Оның аяғы тайғақ тасқа шалынып, жерге оңбай құлап түсті. Ең қымбат құралдары, микрофоны мен қолшамы тастардың арасына шашырап кетті. Ауыр дем алып, жүрегі көкірек қуысынан атылып шығардай жиі соғып тұрған жас этнограф қараңғылыққа қарап, қорқыныш пен таңғалыс арасында айқайлап жіберді. Кімсіз сіз? Кім бұл сөйлеп тұрған? Менде қару жоқ. Мен жай ғана зерттеушімін, ғалыммын. Бұл радиожиіліктің бұзылуы ма? Мұнда кім тұр? Адамдар ма, әлде заманауи техниканың шуы ма? Жасырынбай ортаға шығыңыздар. Бірақ оның сөзіне жауап ретінде айналадан ешқандай адам көрінбеді. Керісінше бұлақ суының түбінен тас жартастардың арасынан сол терең, қарлыққан, бірақ өте сабырлы да салмақты қарттың дауысы қайтадан саңқ ете түсті. Дыбыс айналадағы барлық тастардан бірдей жаңғырып, Айбынның санасына тікелей әсер етіп жатқандай еді. Қаруыңның немесе қорқынышыңның маған керегі жоқ, жас ұлан. Бой-бойыңды билеген үрейді тый, санаңды тазарт. Мен осы заңғар Қаратаудың мәңгілік көлеңкесімін, оның рухы мен тарихының сақтаушысымын. Біздің атымыз уақыттың қалың шаңына көмілгеніне, сүйегіміздің топыраққа айналғанына ғасырлар өтті. Бірақ біздің айтқан сөзіміз, берген сертіміз мына қара тасқа қашалып, мына мөлдір суға жазылып қалған. Сенің қолыңдағы мына кішкене темір терсек құралың біздің басымыздан өткен ғасырлар зарын, өкінішіміз бен үмітімізді сыйдыра алмайды. Тыңда мені, іздеуші ұлан. Қаратаудың іші жылдан жылға қаңсып, өлі мекенге айналып барады. Киелі сулардың көзі байланған, топырақтың құты қашқан. Егер сендер, кейінгі ұрпақ, Үшбұлақ тоғысқан жердегі 4-ші тасты тауып, оны орнынан жылжытпасаңдар, бұл бүкіл өңір мүлде зауалға ұшырайды, өмір сөнеді. Айбын орнынан баяу көтеріліп, шашырап жатқан заттарының арасынан қолшамын тапты. Оның қолдары қалтырап, дауысы дірілдеп шықты. 4-ші тас. 4-ші тас деген не? Ақсақал, тоқтаңызшы. Мен мұны қалай түсінемін? Мен бұл айтқандарыңызды ғылыми түрде қалай дәлелдеймін? Менің бұл сөздеріме сенгенімді, осыны айтып барғанымды жұрт ақылдан адасқанға, жынданғанға балайды ғой. Маған нақты дәлел керек. Абыз Асанның дауысы бұрынғыдан да айбынды, бұрынғыдан да өктем шықты. Тау ішіндегі тастар қозғалғандай теңселіп кетті. Жұрттың сөзі өзеннің бетіндегі көбік сияқты келетте кетеді, уақытпен бірге ғайып болады. Ал бабалар аманаты мына таудың тереңге бойлаған қазығы сияқты мәңгілік. Тыңда, жас ұлан.
Егер сен осыдан бірнеше ғасыр бұрын ер Тұмар батырдың басына түскен нәубетті, оның ел үшін жасаған қасіретті таңдауын білмесең, бұл жұмбақты ешқашан шеше алмайсың. Өткенді білмей, келешекке жол таба алмайсың. Көзіңді жұм. Көзіңді жұмда, Қаратаудың қанды да қасіретті тарихына, бабалардың зарына құлақ түр. Дәл осы сәтте бұлақ түбінен ащы қобыз үні шырқалып қоя берді. Ол үн біртіндеп күшейіп, тау ішін керней бастады. Қобыз сарынымен бірге айналаны дабыл қаққан барабандардың дүбірлі үні, мыңдаған сәйгүліктердің тұяғының дүрсілі, сауыт саймандардың сыңғыры мен қылыштардың соғылған үрейлі дыбыстары торлап кетті. Жел қайтадан соғып, уақыт өзені кері аққандай, айбын өзін мүлде басқа ғасырда, қанды шайқастар мен ескі заманның ортасында тұрғандай сезінді. Тарихтың тылсым пердесі түріле бастаған еді. Уақыт шыршасы кері айналып, қараңғы түннің қойнынан ксвея ғасырдың ортасындағы дүрбелең заманның бейнесі айқындала берді. Бұл қазақ даласын қан сасытқан жоңғар шапқыншылығының ең бір ауыр, ең бір қасіретті де сынаққа толы кезеңі еді. Қаратаудың шатқалдары мен терең сайларын паналаған қалың ел тығырыққа тіреліп, ажал мен өмірдің арасында арпалысып жатқан болатын. Сұрапыл соғыстың зары, түн жамылып жылаған аналардың жоқтауы, әкесінен айырылған жетімдердің айқайы тау жартастарынан жаңғырып естіледі. Жаудың мыңдаған қалың әскері таудың негізгі асулары мен өткелдерін бекітіп, қазақ ауылдарын қоршауға алған еді. Сапары ұзаққа созылған қоршаудағы халықтың азық-түлігі таусылып, ең сұмдығы ауыз сусыз қалу қаупі төнді. Сусыз қалған мал қырылып, адамдар да шөлден шетіней бастады. Дәл осы бір үрейліде үмітсіз шақта ту көтеріп, жауға қарсы тұрған, елдің соңғы үмітіне айналған қайсар батыр ер Тұмар болатын. Түн ортасы. Сайда орнатылған үлкен қара ошақтың айналасында елдің игі жақсылары, ақсақалдар мен батырлар алқалы кеңес құрып отырды. Маздап жанған оттың жарығы ер Тұмардың шаршаңқы, бірақ қайсарда айбынды жүзіне түседі. Батырдың үстіндегі сауыты қан мен шаңға бөккен, жүзінде үлкен жауапкершілік пен ауыр өкініштің табы бар еді. Ол беліндегі ауыр қылышын жерге таяп, ортадағы ақсақалдарға қарап, зор да айбынды дауыспен сөз бастады. Ақсақалдар, майданға түскен қайсар сарбаздарым, жау бізді тас қамалға қамағандай қоршап алды. Екі асуда, төмендегі жазықта жаудың қолында. Егерде біз ертең таң атқанша мына сайдағы үш бұлақтың суын бұрмасақ, жау әскер аттарын суарып, күш жинап, біздің соңғы бекінісімізге басып кіреді. Олар бұл сайға кірсе, тау ішінде жасырынған мыңдаған балашаға, қарттар мен аналарымыз қырылады. Жаудың аты мен сарбазын сусыз қалдырудан басқа бізде ешқандай айла, ешқандай амал қалмады. Үш бұлақтың көзін бекітуіміз керек. Сонда кеңесте отырғандардың ішінен ақ сәлделі, жүзінен нұр саулаған, қолында ескі сатаяғы бар Абыз Асан орнынан көтерілді. Ол батырға жанашырлықпен әрі терең өкінішпен қарап, басын шайқады. Тұмар батыр, ойлан, асығыс шешім қабылдама. Ол бұлақтар Қаратаудың тамыры, оның жаны мен қаны. Ақ бұлақ, тұнық бұлақ және қара бұлақ, бұл үшеуі осы өлкеге, осы далаға өмір беріп тұрған киелі сулар. Олар бабаларымыздың бізге қалдырған мәңгілік аманаты. Егер де олардың көзін жапсаң, судың бетін таспен бекітсең, табиғаттың киіз атады. Таудың ашуы туады. Судың ағысын тоқтату өз қолыңмен өмірді тоқтатумен бірдей. Жердің құты қашады, бұл өңір қуарған шөлге айналады. Бұл жасаған ісіңнің зардабын, обал сауабын кейінгі ұрпақ ғасырлар бойы тартып жүрмесін. Ер Тұмар қылышының сабын қатты қысып көзіне жасала отырып, назалы да қайсар үнмен жауап берді. Абыз ата, сен кейінгі ұрпақтың амандығын айтасың. Бірақ біз бүгін мына жаудың табанында қырылып қалсақ, кейінгі ұрпақ мүлде болмайды ғой. Тұқымымыз тұздай құрып, бұл дала бөгде біреулердің табанында тапталатын болады. Елдің болашағы үшін, аналарымыз бен сәбилеріміздің амандығы үшін мен бәріне дайынмын.
Өзімнің жанымды да, арымды да, тіпті осы дүниедегі жұмағымды да құрбан етуге дайынмын. Ел аман қалсын, менің сүйегім мына қара тастың астында мәңгіге көміліп қалса да мейлі. Сол түні ер Тұмар батыр өзінің ең сенімді сарбаздармен бірге сай ішіндегі 3 киелі бұлақтың көзіне барды. Адам төзгісіз ауыр еңбек басталды. Сарбаздар түн жамылып, таудың ең ауыр, ең үлкен қара тастарын тасып бұлақ бастауларының көзін бітеді. Қашаудың даусы, тастардың бір-біріне соғылған ауыр дүңкілі, сарбаздардың ауыр демі сайшын кернеді. Түн ортасы ауа түнделетіп тасыған қара тастар судың бетін жауып, сарқырап аққан 3 бұлақ біртіндеп тартылып, тас астына, жердің терең қойнауына жасырынды. Таң атқанда тауға басып кірген жау әскері сайдан бірде-бір тамшы су таба алмай аңтарылып қалды. Апталар бойы сусыз, шөлден қырылған жаудың аты да, сарбаздары да әлсіреп кейін шегінуге мәжбүр болды. Ер Тұмардың бұл айласы елді қырғыннан аман алып қалды. Жау шегінді, ел аман қалды. Бірақ батырдың бұл қуанышы ұзаққа созылмады. Бұлақтардың көзі жабылған соң, арада айлар өтпей-ақ Қаратаудың іші қаңси бастады. Шөптер сарғайып, кәрі ағаштар қуарды, бұрын бұлақ ағып тұрған гүлденген сайлар шаңды, тасты өлімеген қалды. Ер Тұмар қуарған алқаптың ортасында тұрып, өзінің жасаған ісіне өкініп, басын тасқа соққандай күй кешті. Оның қасына тағы да Абыз Асан келді. «Не істеп қойдым, Абыз ата? Елді аман сақтап қалғаныммен тауды, осы өлкені өзім сөндірдім бе? Мына қуарған ағаштар мен тартылған арналарға қарауға дәтім жетпейді. Бұл сулар қайтадан қашан ағады? Бұл киелі сулардың көзі қайта қашан ашылады?» Абыз Асан терең күрсініп батырдың иығына қолын қойды. «Сен табиғаттың, жаратылыстың мәңгілік заңын бұздың, батыр. Судың көзін жабу арқылы сен жердің тамырын кестің. Енді бұл сулардың қайта ашылуы оңай болмайды. 3 бұлақтың тоғысқан жеріне 4-ші тас қойылды. Ол тас сенің елге деген шексіз махаббатыңның, сонымен бірге өкінішің мен сертіңнің мәңгілік символы. Ол тасты тек қана қолына қанды қару алған жау емес, жүрегі таза, елін шын сүйетін, аңыз бен бабалар аманатына сенген кейінгі ұрпақ қана тауып, орнынан жылжыталады. Сол күнге дейін сенің рухың да, мына заңғар Қаратауда тыным тапмайды, су қамауда болады». Ер Тұмар батыр көзінен жас парлап көкке қарап ант берді. «Олай болса, мен өз рухымды, өз жанымды осы 4-ші тасқа бұғаулаймын. Менің рухым ғасырлар бойы осы аманат тасты қориды. Егер де болашақта елін сүйген, бабалардың сөзіне сенген бір ұрпақ келсе, мен оған жол көрсетемін, күш беремін». Су қайта ағады, ел қайта гүлденеді. Осыған серт етемін. Сол сәтте аспанды суық жай осып өтті. Қаратаудың үстін үрейлі бұлттар торлап, тау ішінен сұрапыл жаңғырық естілді. Батырдың бейнесі тасқа сіңіп, рухы мәңгілік аманаттың сақшысына айналды. Айбын көзін ашқанда, өзінің әлі де болса сол түндегі Ақбұлақ сайында диктофонын құшақтаған күйі тұрғанын сезді. Қобыз үнімен шайқас дыбыстары сап басылған еді, бірақ оның жүрегінде батырдың серті мен Абыздың аманаты мәңгіге өшпестей болып қашылған болатын. Таң сәрінің алғашқы бозғылт, суық нұры Қаратаудың заңғар шыңдар мен тік жартастарын біртіндеп көмкере бастады. Түн бойы тау үшін торлаған тылсым аура мен үрейлі желдің ызғары басылғанымен, айнала әлі де болса өте ауыр, тыныштығы үрей шақыратын үнсіздікке оранған еді. Бұл жай ғана табиғаттың тыныштығы емес, ғасырлар бойы шерін ішіне бүгіп жатқан бағзы таудың терең күрсінісі сияқты болатын. Айбын көзін ашқанда, өзінің Ақбұлақ сайындағы үлкен қара тастың үстінде жанына түсіп қалған цифрлық диктофонымен бағытталған микрофонын құшақтаған күйі жатқанын сезді. Оның бүкіл денесі тоңып, буындары құрысып қалған екен. Түнде өзінің көзімен көрген,
Құлағымен естіген сұмдық оқиғалары ашық көзбен көрінген мистикалық аян ба, әлде шаршағаннан пайда болған елес пе? Ол мұны әлі де толық ажырата алмай, басы мең-зең болып біраз жатты. Дереу белдігіндегі ең соңғы үлгідегі цифрлық диктофонды алып, түнде жазылған файлды қайта қосты. Бұлақ суына тақап ұстаған микрофон жазбасынан ерекше бірдеңе шыға ма деген үміт еді. Бірақ құлаққаптан тек табиғи шуыл, желдің біркелкі гуілі мен судың кәдімгі сылдырынан өзге ештеңе естілмеді. Түнде тауды жаңғырықтырған Абыз Асанның айбынды үні де, батыр тұмардың өкінішке толы зары да таспаға түспеген болатын. Алайда цифрлық жазбада ештеңе қалмаса да, айбынның көкейінде, оның санасы мен жүрегінің ең терең түкпірінде сол сөздер өшпестей болып қашалған еді. Ол бұл сапардың құрғақ ғылыми экспедиция емес, тарихтың көмескі беттерін тірілтетін, бабалардың мәңгілік аманатын орындау жолындағы тағдырлы сынақ екенін анық түсінді. Жас этнограф орнынан баяу көтеріліп бойын тіктеді. Көргенім түс болсын, аян болсын. Бірақ мен кері шегінбеймін. Түндегі естігенім өмірлік шындық, бабалардың қанымен келген белгі. Үш бұлақтың тоғысқан жері. Төртінші тас. Маған сайдың жоғарғы шасына, таудың ең терең, адам аяғы баспаған түкпіріне өту керек. Сол жерде бабалардың сертімен киелі судың қамауы жатыр. Мен бұл сырды ашпайынша, бұл жұмбақты шешпейінше Қаратаудың қойнауынан кетпеймін. Айбын иығына ауыр жол дорбасын асып, қолына тау таяғын алды да, сайдың құрғап бара жатқан арнасын бойлай жоғары қарай қадам басты. Күн арқан бойы көтерілген сайын айналадағы көрініс бұрынғыдан да аянышты, бұрынғыдан да сұрқай тартып бара жатты. Айналада титтейде тіршілік белгісі сезілмейді, ағаштардың бұтақтары қуарған, шөптер өртенгендей сарғайып кеткен. Тіпті сай ішіндегі тастар да күн көзіне шағылысып, өлім екеннің белгісіндей сұсты көрінеді. Бұл осыдан бірнеше ғасыр бұрын ер Тұмар батырдың судың көзін бекіткендегі сорлаған топырақтың мәңгілік таңбасы сияқты еді. Жол сағат сайын қиындай түсті. Адам аяғы баспаған сораптар, құлама жартастар мен мүк басқан тайғақ тастар этнографтың әрбір қадамын сынаққа айналдырды. Түске жақын күн ысып, сай ішіндегі ауа ауырлап тартыла бастады. Айбынның таңдайы құрап, тынысы жиіледі. Оның үстіне тау ішіндегі оқыс тастар сырғанап, аяқтың астынан опырылып түсіп жатты. Дәл бір сондай сәтте Айбын тасқа тайып тізесін жарақаттап алды. Оның аяғы ауырсынып, тастың үстіне құлап түсті. Ах! Аяғым-ай! Тізем соғылып кетті. Қан ағып жатыр. Ол ауырсынып, тастың үстіне отыра кетті. Денесін ауыр шаршау кернеп, шөлден ерні кезере бастады. Дәл осы шарасыз сәтте қорқыныш пен күмән қайтадан оның санасын торлай бастады. Ол өз-өзіне сұрақ қойып, іштей арпалысқа түсті. Мен не істеп жүрмін? Мынау адам баспайтын иен тауда, қу тастардың арасында маған не жоғарылады? Бәлкім, қаладағы әріптестерімдікі дұрыс болған шығар. Бұл жай ғана ойдан шығарылған аңыз, халықтың бос ертегісі емес пе? Мен неге өз өмірімді қатерге тігіп жүрмін? Мына жарақатыммен ілгері жүру де қауіпті. Кері қайтуым керек шығар. Дәл осылай түңіліп, басын төмен салып отырған сәтте, кенет сай ішінен соққан суық желдің үнімен бірге оның құлағына қайтадан Абыз Асанның таныс, қарлыққан сыбыры келгендей болды. Күмән ердің серігі, бірақ әлсіздің бұғауы. Күмәнге бой алдырсаң, тау сені жұтып қояды, Айбын. Аманатқа адалдық, ерліктің ең үлкен сыны. Төртінші тас сені тосып тұр. Айбын селт етіп басын көтерді. Айналада ешкім жоқ еді, тек жартастардың жаңғырығы ғана қалған. Ол тісін қайрап, бойына тараған әлсіздікті жеңуге тырысты. Дорбасынан дәке алып, жарақаттанған тізесін қаттырақ таңып байлады. Содан соң орнынан қайта көтеріліп, тау таяғына сүйене отырып, ілгері қарай адымдады. Енді оның бойында қорқыныш емес, бабалардың рухы берген белгісіз бір қайсарлық пайда болған еді. Арада тағы бірнеше сағатқа созылған ауыр да қиын жол өтті.
Күнде еңкейіп, тау шыңдарының тасасына жасырына бастаған шақ. Айбын сайдың ең жоғарғы үш үлкен құрғақ арнаның тоғысатын табиғи алаңқайына шықты. Бұл жер таңғажайып еді. Үш жақтан ағып келген, қазіргі кезде толығымен құрғап қалған тас арналар дәл осы орталықта түйісіп тұр екен. Бұл аңыздағы Ақбұлақ, Тұнықбұлақ және Қарабұлақтың байығы арналары еді. Алаңқайдың дәл ортасында ғасырлар бойы шөгіп жатқан, мүкпен топырақ басқан үлкен үш қара тас бар болатын. Ал сол үш тастың қақ ортасында бәрінен де еңселі, пішіні ерекше, ғасырлар бойы қозғалмай жатқан төртінші тас тұр еді. Айбын ентігіп, жүрегі жарыла жаздап, сол тастың жанына жақындады. Төртінші тастың бетінде ғасырлар бойы су мен жел мүжіген, бірақ әлі де анық байқалатын батырдың дулығасына ұқсас ерекше бедер бар болатын. Бұл ер тұмар батырдың сертінің белгісі еді. Айбын тізерлеп отыра қалып, құлағын сол тастың мұздай бетіне басты. Тастың терең түбінен, жердің астынан сарқырап аққысы келген, бірақ ғасырлар бойы қамауда жатқан қуатты судың гулі, тастарды ұрған арынды үні естіліп жатыр еді. Су тірі болатын, ол еркіндікке шығуды сұрап, жер астында күңіреніп жатты. Таптым. Төртінші тас. Осы жерде. Түндегі аңыздың, ер тұмар батырдың сертінің куәсі осы жерде жатыр. Киелі су астында қамалып тұр. Төртінші тастың баурайында тұрған Айбынның бойын ерекше бір толқыныспен үрей қатар кернеді. Ол қолын ғасырлар бойы қозғалмай жатқан дәу тастың мұздай бетіне қойды. Тастың ар жағынан, жердің терең қойнауынан бұлқынған, еркіндікке ұмтылған қуатты судың күңіренген үні анық естіліп тұрды. Бұл жай ғана табиғат құбылысы емес, ер тұмар батырдың сертімен қамалған, Абыз Асанның аманатымен сақталған Қаратаудың асыл тамыры еді. Айбын, сен келдің. Тау үшін жаңғырықтырған бұл үн бұл жолы сыбыр емес, Айбынды да асқақ естілді. Айбын артына бұрылғанда, үш құрғақ арнаның тоғысқан тұсында, күннің соңғы алтын сәулесімен астасқан екі алып бейнені көрді. Оң жақта сауыты қан мен шаңға бөккен, бірақ көзінен от шыққан ер тұмар батыр, сол жақта асат аяғына сүйенген, мен нұр саулаған Абыз Ағрет. Батырдың рухы Айбынға жақындап, иығына салмақты қолын қойғандай болды. Ғасырлар бойы мен мұнда жалғыз болдым. Менің өкінішім мен сертім осы төртінші тасқа бұғауланған еді. Мен елді аман сақтау үшін судың көзін жаптым, бірақ жердің құтын қашырдым. Бұл тасты орнынан жылжыту үшін тек білек күш емес, еліне деген таза жүрек мен бабалар сөзіне деген шексіз сенім керек. Сен сол сенімді алып келдің, шырағым, деді ер тұмар батыр. Абыз Асан асат аяғын жерге бір ұрып, баяу тіл қатты. Уақыт жетті. Аманаттың мерзімі аяқталды. Жердің қайта түлеуі, Қаратаудың қайта гүлденуі кейінгі ұрпақтың қолында. Тасты босат, Айбын. Бабалардың өкінішін жуып, киелі суды еркіндікке жібер. Айбын бойына тасыған беймәлім бір қуатты сезінді. Жарақаттанған тізесінің ауырғаны, бойындағы шаршау мен күмән мүлде ғайып болған еді. Ол тау таяғын төртінші тастың түбіне сұғып, бүкіл денесімен, бүкіл болмысымен тасты алға қарай итере бастады. Ел аман болсын. Бабалардың аманаты орындалсын, деп айқайлады Айбын. Сол сәтте керемет оқиға болды. Айбынның жалғыз өзінің күші жетпейтін, тонналаған ауыр тас баяу қозғалып, ғасырлар бойы бекіп қалған орнынан ойысып кетті. Төртінші тастың астынан алдымен суық бу, содан соң тауды шайқалтқан сұрапыл жаңғырық шықты. Тас аударылып түскенде, оның түбінен буырқанған, мөлдір де кәусар су шапшып шықты. Ақбұлақ, Тұнықбұлақ және Қарабұлақ үш киелі бастау жер астындағы қамаудан босап, қайтадан бір арнаға тоғысты. Қуатты су ағыны сайдың бойымен төмен қарай сарқырай ақты. Су аққан сайын айналадағы қуарған ағаштар бүршік атып, сарғайған топыраққа қайтадан жан біткендей болды.
Батыр мен абыздың бейнелері жылы жымиып, басын иді де, аспанға көтерілген аппақ буға айналып, тау ішіне сіңіп кетті. Арада бірнеше ай өтті. Сайрам Өгем мен Қаратау өңірінде үлкен халықаралық ғылыми конференция өтіп жатыр еді. Мінберде жас этнограф Айбын тұр. Оның алдында жүздеген ғалымдар, тарихшылар мен журналистер отырды. Экранда Ақбұлақ сайының қазіргі көрінісі, қайтадан сарқырап аққан бұлақтар, гүлдеген алқап пен жасыл желекке бөккен Қаратаудың суреттері көрсетіліп жатты. Бұл жай ғана табиғи су көзінің ашылуы емес, деді Айбын залдағыларға қарап. Бұл біздің тарихымыздың, бабаларымыздың бізге қалдырған аманатының қайта тірілуі. Ер тұмар батыр елді қорғау үшін суды жапты, ал біздің міндетіміз сол аманатымызға адал болып, тарихымыз бен табиғатымызды қорғау. Төртінші тастың сыры ашылды, бірақ бабалардың аманаты мәңгілік. Залду қол шапалақтады. Айбын терезеден алыста бұлдыраған заңғар Қаратауға қарады. Енді тау ішінен қайғылы сарын емес, сылдырлап аққан кәусар судың шаттыққа толы әуені естілетіндей еді.